Қазақ тілінің маңызы жоқ. Қазақ тілінің маңызы жоқ. Егер ұбт-ға қазақ тілі енетін болса, орыс сыныбының баласы егер қазақ тілін білмейтін болса, жоғарғы оқу орнына түсе алмайтын болса, амал жоқ оқитын еді. Өздері үшін оқитын еді. Бұл мемлекеттік тіл, бұл жай ғана тіл емес. ұбт-ға қазақ тілін енгізу міндет бізде. Бұл мәселені мен неше рет әлеуметтік желіде жаздым, көтердім, бірақ бір адам назар аударған жоқ. Осы қазақ тілін сол кезде ғана жүгіріп жүріп оқитын болды. Қазір ағылшын тілін оқымаған бала оқи алмайды ғой. Магистратура оқи алмайды ағылшын тілін. Үлкен кісілер ағылшын тілін оқып жатыр қазір. Өйткені оны міндеттеп қойды біз. Сонда ағылшын тілі мен қазақ тілін салыстырып көріңізші. Қазақ тілі ол өзіміздің тіліміз ғой, мемлекетіміздің тілі. Оны да ұбт-дан міндеттеу керек. Міне, осы әпкеміздің айтуы өте орынды, өте жөнді. Білім министрлігі осыны неге бұрыннан бері қолға алмай жүрсіздер? Мінекей орыс тілді орыс мектептерге осындайды негіздеп, нақтылап белгілеп берсеңіздер, олар қазақ тілін үйренетін еді. Қазақ тілін тапсыруға құлшынатын еді. Өйткені қазақ тілінен өте алмаса, олар жоғарғы оқу орындарына да алынбайды деген талап қойылса, кез келген орысың да, шала қазағың да қазақша үйренуге тырысатын еді. Және осындай талапты мектепте де, колледжде де, университетте белгілесе, қазақтың тілі шарықтайтын еді.